Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда оңай дайындалатын әрі пайдалы вареньенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап жіберуді ұмытпаңыздар. Алдымен апельсин лимондарымызды жақсылап жуып, тазартып аламыз. Ортасында сүйектері болса, одан да тазалаймыз. Кейін видеодағыдай етіп, барлығын турап шығамыз. Кейін барлығын блендердің көмегімен ұсақтап аламын. Осы қоспамыздың барлығын үлкен кастрюлемізге саламыз. Үстіне қант қосып, және де видеодағыдай көлемдегі орташа стақанмен 6 стакан салқын су құямыз да, жақсылап араластырып, баяу отта қайнатамыз. Біздің вареньеміз өзінің бабында қайнап шыққаннан кейін оттың астын өшіріп, суытып аламыз. Шамамен 3-4 сағаттай уақыт қажет болады. Міне біздің вареньеміз суыған күйі осылай болады. Оттың астын қайтып жағып, жарты сағат қана қайнатамыз. Осымен біздің вареньеміз дайын болады. Суығаннан кейін өзіңіз қалаған ыдысқа құйып аласыз. Неге сұйық болып тұр деп уайымдамаңыздар. Бұл варенье бір күн тұрғаннан кейін өзі қоюланады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі пайдалы. Әсіресе тұмауратып тұрған кісіге осы вареньемен шай ішсе тіптен керемет. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын.